Ал таң намазды ма ұйықтап қалсақ ше? Жай ұйықтап жіберіп алдыңыз. Қаза болып кетті дейді ғой кейде. Кейде адамдар сөйтіп сұрақ қояды қазір бауырлар. Сол намазым қаза қылған ем, соны қосып оқысам бола ма деп. Бауырлар, Құдай сақтасын, намазы жай қаза қылғанның екінші жағы бар. Бір намазды қаза қылған үшін 70 күн азап көреді деп келеді. Соң ғұламалар айтқан 70 күн қай күнмен ол? Біздің осы өмірдегі 70 күн ба, ақыреттің 70 күні ма дейді. Ал ақыреттің 70 күні болатын болса, ақыреттің бір күні біздің 1000 күн яқта. Намазды жай жіберіп алғаның үшін. Жай оқымай қоя салдың. Бесінде шаршап келіп ұйықтап қалған болдың, асырда бірақ тұрдың. Сөйтеді екен қосып оқысам бола ма деп сұрап отырады. Бауырлар, намаз жай жібере салатын нәрсе емес екен. Орындап жүрсеңіз, керемет сауапқа кенеледі екенсің. Ал ол жай былай кете беретін болса не болады екен? Оның да азабы қатты болады екен. Құран кәрімде уайлул лил мусаллин деген. Уайлул лил мусаллин. Алла айтады, намазхандарға тозақтың уайлы болсын дейді. Уайл деген тозақтың бір шұңқыры. Соның тәпсірінде ғұламалар айтқан, уайл деген ол тозақтың шұңқыры, мына өмірдегі бүткіл тауларды апарып салсаңдар, оған кіріп кететін шұңқыр деп айтқан. От шығып тұратын шұңқыр. Алла тағала сол шығып тұрған сол шұңқырды намазхандарға Алла тілеп жатыр. Қараңыз. Уайл болсын сондай намазхандарға дейді. Кейін аяттың жалғасы. Қандай намазхандар десе, намазын бір оқы, бір оқымай, немқұрайдылық қарап жүрген намазхандарға деп айтқан. Сол аяттың тәпсірінде айтқан, егер намаз оқып жүрген адамдардың өз жағдайы мынандай болса, оқымайтын адамдардың жағдайы қандай болып жазып қойған сол жерге.